Өткен видеода сіздермен счеттарды таныстық, қай счетта қалай ақша жатыр, қанша ақша жатқанын қалай көреміз, поставщиктермен, покупательдермен қалай ақша айырымдарын дұрыстауға болады, соны түсіндірдік. Бұл видеода сіздерде ең маңызды бөлімдердің бірі платежный календармен танысатын боламыз. Негізі үлкен корпорациялар мен кіші кәсіпорындардың разницасы, корпорацияларда финансында платежный календар, яғни өздерінің олар кірісі мен шығысын жоспарлайды, алдын ала жоспарлайды. Бұл айырмашылығы сонда ғана. Енді біз келесі деңгейге өтуіміз үшін бізде өз ақшамызды, расходтарымызды жоспарлап үйренуіміз керек. Ол үшін бізде счета деген бөлімде еще дегенге өтеміз, и жоғарысында платежный календар деген бар. Бұның қызметі не жалпы? Мысалы, әр кәсіпкерде өзінде, әр бизнестің өзінің ай сайын, апта сайын, күн сайын төленетін, қайталанып отыратын расходтары бар. Айлық болсын, аренда болсын, коммунальный услуга болсын. Соны біз алдын ала енгізіп қоятын болсақ, бағдарлама бізде үнемі оны мониторингтеп отырады. Егер де ақшаңыз счетыңызда жетпей баратса, айтады сізге, мынада счетыңыз жетпейді, счетыңызда ақша, ертең ақша төлеу керек, осынша ақша төлену керек. То есть сізге алдын ала мынау кассовый разрывқа кірмеудің әрекетін жасап отырады. Сондықтан да міндетті түрде кез келген бүкіл, мысалы, қанша сізде төленетін ақшалар бар, соның барлығын енгізіп қойсақ, өзімізге ертең күні бизнесті жоспарлауға, расходтарын ары қарай жүргізуге оңай болады. Оны қалай істейміз? Платежный календар дегенге өтеміз. Плюс деген батырмасын басамыз жоғарыда. Мысалы айтайық, бізде ай сайын, әр айдың 5-іне бізде аренда төленеді. Суммасын жазамыз 100 000 теңге. Мына арада 5-ші, мысалы 5-ін белгілейміз, категория аренда деп қояйық. И повторение ай сайын деп қояйық. И астына жаңағыдай комментарий жасаңыздар болады, бірақ не обязательно сохранить. Кеттік. Бізде бірінші жоспар басталды. Яғни платежный календарда бізде бірінші платеж, яғни алдағы 30 күнде сізге көрсетіп тұрады, қанша ақша төленетінін. И бүгінге дейік, мысалы айтайық, 50 000 теңге әр айдың 2-сіне бізге SMM-ге айлық төлеуіміз керек. Мысал ретінде айтайық, так, зарплата, повторение ай сайын, и жаңағыдай нараға SMM деп жазып қойық. SMM. Сохранить. Кеттік. Бізге бүгінгі төленетін ақшалар. Яғни сіздің жаңағыдай көрсетіп отқан числоларыңызға байланысты үнемі жаңағыдай календар көрсетіп отырады. Бүгін қанша төлеуіңіз керек, осы аптада қанша төленеді, 30 күннің ішінде қанша болады, просроченлар болса оны көрсетеді. Сосын сізде жаңағыдай үнемі мынау негізі искусственный интеллект арқылы жасалған финансовый учет. Яғни сізде искусственный интеллект үнемі ескертіп, бағдарлама сізге кассовый разрывқа кіруіңізге жол бермейді. Жоғарысында көріп отырсаңыздар, сіздер мысалы актив 50 000 теңге жаңа қалған бізде счеттарда, и сізде платеж алдағы уақытта сізде 150 000 теңге төлену керек, и сізде остаток жалпы минус 100 000 теңге, жалпы сізде алдағы төленетін ақшаларға сіздегі қорыңыздағы счеттарыңызда ақша жете ме жетпей ме соны көрсетіп тұрады. Түсіндіре алдым, и мына жақта еще деген бөлімді басатын болсақ, бізде төбеде следующая оплата бүгін 0 дней, 50 000 теңге, и астында жазылып тұрады недостаточно средств для оплаты. Яғни сіз уже кассовый разрывқа кіру мүмкіндігі жоғары деген сөз. Сол үшін қызылмен белгіленіп тұрады. Одан бөлек жоғарыда сіздерде мынау аватарыңыз жанып өшіп тұр. Яғни ол деген сөз, ол сізді белгіленіп тұрады. Алдын ала сізде бірдеңе дұрыс болмай жатыр, кассовый разрывқа кіру мүмкін деген сияқты. Ол аватардың үстін бассаңызда тура сол касса жеңі платежный календарға өткізеді сізде. Кеттік. Осы арқылы жаңағыдай үстін басамыз. Мысалы біз ақшаны SMM-ге төлеуіміз керек, төледік деге. Мына галочканы басамыз. Үстемізде қай счеттан төлейтінімізді белгілейміз. Мысалы банковский счеттан 50 000 теңге провести платеж. Болды, ақшаны төлеген екен, ол ақша өшеді, ол оплаченныйға өтеді уже. И бізде мына жақта учет деген басындағы учет деген бөлімде ол мына былай тұрады. Заработная плата 50 000 теңге деген сияқты. Түсіндіре алдым, сол сияқты ол бөлімге мына аватардың үстін басасыз, болды, сол бөлімге өтесіз сразу болды. Қиын ештеңесі жоқ. Енді бұл жерден түсінетін нәрсе, міндетті түрде барлық расходтарыңызды алдын ала жазып қойыңыздар осылай. Сол арқылы сіздер өздеріңіздің алдағы расходтарыңызды, алдағы шығындарыңызды жоспарлай аласыз. Келесі категория расходов, әр бизнестің өзіне жараса расходтары бар. Ол әрқайсысында өзінің ерекшеліктері бар. Сол үшін біз категория расходовқа кіреміз. Осы категория расходовтарды өзіміздің бизнесімізге икемдеуге болады. Яғни добавить деген кнопканы басамыз батырманы. Бұл жерде кез келген расход. Біреуінде транспортировка болуы мүмкін, біреуінде маркетплейстердің комиссионный болуы мүмкін. Сол сияқты расходтарды осы жерде жазсаңыздар болады. Одан бөлек қазіргі расходтарды аттарын ауыстыра аласыздар. И одан бөлек сіздерде мысалы бюджет қоя аласыздар. Мысалы ретінде айтайық, рекламный бюджет шамамен осы айға сіздерде 1 000 000 теңге белгіленген. Сіздерде осы бюджетті жазатын болсаңыздар, сіздерге жалпы общий бюджеттің қанша пайызы жұмсалды, бюджеттегі ақша қанша пайыз жұмсалмады, соның барлығын көрсететін болады. Кез келген категория бойынша осылай бюджетпен жұмыс істеуге болады. Мысал ретінде бюджет қойдық, енді осыны тексеріп көруге қалай болатын. Так, мына арада плюс батырмасын басамыз, рекламный расход, реклама дейік.
банковский счет 50 000 теңге біз жаңағыдай банковский счеттан рекламаға расход жасадық. Кеттік. Енді ол бюджетті қанша пайызы бюджетті орындалып жатқанын бізді отчеты бөлімінен көруге болады. Қарасаңыздар, мына астында бюджет 5% кетті деп отыр. Одан бөлек соның үстін басатын болсақ, бізде жоғарыда общий бюджеттің 50 000 теңгесі, яғни 5% жұмсалды. Тура сол сияқты зарплатаға байланысты кез келген категорияларға біз бюджетирование істеуімізге болады. Түсіндіре алдым, Келесі категория доходов. Яғни категория доходовта тура сол сияқты әрқайсысының өзінің категориялары бар, әрқайсы бизнестің өзінің доходтарының категориялары бар, соны белгілейміз. Мысал ретінде бұл жерде добавить деген кнопканы басамыз. Бұл жерде тура солай. Егер де сізде мысалы 1,5 мың позиция болатын болса, тек қана категориямен жазыңыздар. Егер де сіздерде мысалы 10-15 позициядан аспайтын болса, наименование оны жазыңыздар. Бұл жерде ең басты нәрсе, белгіленетін нәрсе маржаны дұрыс анықтау. Яғни маржа деп отқанымыз, жаңа айтқанда сіз 100 теңгеге зат саттыңыз, оның 70 теңгесі себестоимости, 30 теңгесі маржа. Ол жерге зарплата, басқа ешқандай басқа доход, расходтарды қоспаймыз. Тек себестоимости қанша пайызын құрайды, соны көрсетеміз, қалғаны маржа есептелінеді. Тура сол сияқты бұл жерде де атын жазамыз, бұл жерге план по доходам істеуімізге болады. Жаңа біз расходта бюджетирование істедік қой. Тура бұл жерде де план по доходам. Мысалы айтайық, мысалы бізде товарный бір кез келген товарды алайық, бізде 1 миллион теңгеге продажа болу керек. Біз план қойдық осылай. Тура солай план қоямыз. Бізде жоғарыда жалпы жаңа товарды 400 мыңға саттық, соны сразу көрсетеді. Жалпы планның қанша пайызы орындалды, соны көрсетеді. Сол сияқты сіздерде де план по доходам осылай қойып, осылай жүргізулеріңізге болады. Бұл бастапқы этапта маңызды емес, оны алдағы уақытта жаңағыда барлаған бизнестеріңізде уже кіріс шығысты есептеп уже әдетке айналған кезде екінші этапта істеуіңізге болады. Бірақ бағдарламада осындай функционал бар екенін сіздерге көрсеткім келіп отыр. Осымен қысқаша осы бағдарламаны расходын қалай икемдеу керек екен, доходын өзіңізге қалай икемдеу керек екен, ең маңыздысы платежный календарьды көрсеттік. Алдағы видеода жолыққанша.